Қалайсыздар достар? Бүгін мен сіздерге өзім саудада қолданатын кезекті бір модель түрімен таныстырып және сіздерге үйретіп жүрмекшімін. Бұл модель бізде бірінші үлкен таймфреймде орындалады, яғни үлкен таймфреймнен растау алып, кіші таймфреймде позиция кіреміз. Және үлкен таймфреймде біз свитчаларға қарай отырып, бағыттың өзгергенін растап, ары қарай біз төртінші шамнан бастап кіші таймфреймде позицияға кіретін боламыз. Бұл дегеніміз қалай орындалады, соны сіздерге қазір схематикалық мысалдармен түсіндіріп өтемін. Бірінші бізге үлкен таймфреймде маңызды аймақты белгілеп алуымыз қажет. Бұл дегеніміз кез келген PD массивін біз үлкен таймфреймде анықтап алуымыз қажет. Ол ордер блок, имбаланс немесе кез келген ликвидность болуы мүмкін. Және сол аймаққа келгеннен кейін бағаның әрекетін бақылаймыз. Ол трендті өзгертейін деп жатыр ма, әлде бағытты әрі қарай жалғастырады ма деген сияқты. Дәл осы жердегі қозғалысқа қарайтын болсақ, бізде әзірге трендтің өзгеруі, яғни құрылымның өзгеруі бойынша ешқандай белгілерді байқап тұрған жоқпыз. Сондықтан біз бағаның әрі қарай жалғасуын күтеміз. Мінекей бізде екінші светчіде бағыттың, яғни құрылымның өзгеруі бойынша кішкене белгілер бар. Бірақ бізде толығымен бұны растай алмаймыз, яғни бағыттың, трендтің өзгергенін. Сондықтан бізге ең маңызды үшінші свечаның қалай жабылатынын бақылау қажет. Мына линияны не себеп сызып қойдым? Себебі бұл бізде трендтің өзгеруі растайтын линия болып саналады. Егер келесі үшінші свеча осы линиядан асып барып, бұзып барып жабылатын болса, мұнда бізде үлкен таймфреймдегі бағыттың өзгергенін растайды. Мінекей бізде мына жерде үшінші свеча дәл осылай жабылу керек, яғни осы жерде ашылып, максимум жасап, кейін дәл осы линиядан асып барып, сол жақта, төменгі жақта жабылуы тиіс. Мына жердегі қозғалыста дәл солай. Баға ашылды, төменгі минимум жасады, ары қарай осы линиядан асып барып жабылды. Егер үшінші свеча осы линиядан асып барып жабыла алмаса, тек қана осы жердегі стоптарды ғана тоқтату, жинау мақсатында ғана осы жерге свип жасаған болса, және екінші свечаның диапазонында жабылса, сыртқа шыға алмаса, онда бұл бізде жалған жабылу болып саналады. Мұндай жағдайда бізде баға трендті өзгерту екіталай, яғни бізге қарама-қарсы баға жылжуы ықтимал. Мына жақта да дәл солай. Екінші свечадан үшінші свеча линиясынан асып барып жабыла алмады, сәйкесінше баға төменге қарай кеткен болатын. Яғни біз егер төртінші свечадан позицияға кіретін болғанда, біздің стоп-лоссымызды баға тоқтатар еді. Сондықтан біз қателік жіберіп алмауымыз үшін бізге маңыздысы үшінші свечаның осы екінші свечаның минимумнан асып барып жабылуын көруіміз қажет. Сонда ғана бізде тренд ары қарай жалғасу ықтималдылығы жоғары болады. Мінекей енді осындай үшінші свеча жабылғаннан кейін біз кіші таймфреймге өтіп, сол жақтан осы төртінші свечаның қозғалысынан OTS зона бойынша позицияға кіретін боламыз кіші таймфреймнен. Мысалға, бұл бізде күндік таймфрейм болса, біз дәл осы растауды алғаннан кейін, үшінші свечаның растауын біз автоматты түрде кіші таймфреймге өтеміз. Ол 1 сағаттық уақыт аралық, яғни 1 сағаттық графикке өтіп, сол жақта осы төртінші свечаның ашылуынан бастап мүмкіндіктерді іздеп позицияға кіретін боламыз. Төменге қарай, мына жақта, егер тренд жоғары қарай кетіп бара жатқан болса, онда жоғары қарай кіретін боламыз. Жаңа айтып өткенімдей, біз OTS зонадан позицияға кіреміз дедік. Бірінші үлкен таймфреймнен растау аламыз, содан соң төртінші шамда кіші таймфреймге кіріп, сол жақтан OTS зонаны сызып позицияға кіреміз. Мысалға, егер біздің нарративіміз сол төменге қарай бағытталатын тренд болса, онда дәл осы максимумнан минимумға дейін сызамыз, және OTS зонасынан, золотая середина зонасынан, немесе кез келген 0.62, 0.79 уровеньдарынан позицияға кіреміз. Біздің ең негізгі мақсатты зонамыз, целіміз ол дәл осы минимум болады. Яғни мысалға біз зонадан, яғни золотая серединадан позицияға кіретін болсақ, біздің таргетіміз ол міндетті түрде осы ликвидностьте болады, яғни дәл осы минимумда. Ал стоп-лоссымыз
осы қорғалған максимумда болады. Егер сізге OTE зонасы бойынша менікіндей настройка керек болатын болса, онда Fibonacci'ге кіріп, осы уровендерді сол жаққа енгізесіз. Келесі бізде ол таймфреймдерді дұрыс байланыстыру. Дәл жаңағы модель жақсырақ жұмыс жасау үшін біз таймфреймдерді бір-бірімен дұрыстап байланыстыруымыз қажет. Сонда ғана ол жақсырақ жұмыс жасайтын болады. Мысалға біз дәл жаңағы үлкен таймфрейм ретінде күндік графикті алатын болсақ, онда біз кіші таймфрейм ретінде 1 сағаттық таймфреймге кіреміз. Немесе үлкен таймфрейм ретінде 4 сағатты алсақ, 15 минутқа, 1 сағаттық 5 минут деген сияқты жалғаса береді. Егер сіздерге схематикалық мысал түсінікті болған болса, онда графикалық мысалға өтейік. Бірінші мысалымызда үлкен таймфрейммен жұмыс жасаймыз. Бұл жақтан үшінші шамның екінші шамның минимумнан немесе максимумнан асып барып жабылғанын күтеміз, яғни құрылымның өзгергенін. Бізде үлкен таймфреймде баға восходящий, яғни жоғары бағытта алып бара жатқан трендте, себебі мына аймақтағы ликвидностьті шешкеннен кейін баға өте жылдам уақыттың ішінде дәл осы ликвидностьке дейін импульс жасады. Кейін мына жерде тағы да импульсивті қозғалыспен ішке қарай разворот жасаған болатын. Яғни өте жылдам диапазоннан шықты және өте жылдам диапазонға қайтты. Бұл дегеніміз бағаның кері бағытқа құрылымды өзгерту болып саналады. Енді біз осы жақтан жаңағы формацияны іздейміз, модельді. Бізде қазіргі уақытта пойзон ретінде дәл осы соңғы девиация болған аймақты алсақ болады. Оны былай сызуға да болады. Дәл осы аймақ бізде пойзона болып есептеледі. Яғни осы жерге келгеннен кейін тап жаңағы модельді іздейміз. Бұл жерге баға кері шегініп, дәл осы девиациялық аймаққа келіп тест жасағанын көруге болады. Сонымен қоса бұл жақта бізде қосымша имбаланс зонасы бар. Және дәл осы аймаққа баға келіп тест жасап жатыр. Яғни екі пойзонамызға. Енді бізде баға разворот алу үшін, яғни төртінші свечадан лонг позиция іздей алуымыз үшін кіші таймфреймге кіріп, бізге екінші шамның максимумнан баға асып барып жабылу керек, яғни үшінші свеча. Дәл сол қозғалыс осы свечадан кейін қайталанады ма, соны бақылайық. Мінекей, бізде жаңағыдай жалған жабылу болды, яғни бізде ешқандай да баға дәл осы екінші свечаның диапазоннан шығып барып жабылған жоқ, керісінше диапазоннан шықпай ішкі жақта жабылған болады. Бұл бізге әлі құрылымның өзгермегенін, яғни бағаның бағытын өзгертпегенін көрсетіп тұр. Сондықтан біз келесі дәл осындай формацияны іздейтін боламыз. Келесі пойзон ретінде біз дәл осы минимумды алсақ болады, немесе осы жердегі ордер блок зонасының 50% алуға болады. Мына жерде бізде ордер блок зонасы бар, осының 50% немесе мына жердегі swing low нүктесін келесі баға кері бұрылуы мүмкін аймақ ретінде қолдануға болады. Мына жерде дәл солай екінші свечаның максимумнан баға салған жоқ. Сәйкесінше біз әлі де бағаның бағытын өзгермегенін көріп отырмыз. Бұл аймақта бізде баға консолидация жасап жатыр. Бізде консолидация әрқашан манипуляциямен аяқталып, дистрибуциямен жалғасады. Мына аймақта бізде тағы бір ликвидность зонасына баға свип жасады. Және ордер блок зонасына 50%-на тест жасап тұр әлі. Сол зонаны сақтап тұр. Сондықтан біз мына жерден де дәл біздің моделімізге келсе, төртінші свечадан бастап позиция іздеуге болады. Жоқ, мына жерде тағы да бізде екінші свечаның максимумнан асып барып жабыла алмады баға. Сондықтан біз әзірге лонг іздемейміз. Мінекей, мына жерде бізде баға дәл осы ликвидностьке свип жасады, бірақ біздің целімізға, яғни осы мынау консолидацияның, яғни осы диапазонның минимум болса, мынау консолидацияның максимумы.
егер біздің модельді осы жерде беретін болғанда, қалыптасатын болғанда біздің модель, біздің бірінші цель ретінде осы жақты көздейтін едік. Бірақ өкінішке орай бізде баға мына жерде свип болғаннан кейін бірден жоғары кетіп қалған болатын. Қазіргі мен түсіндіріп жатқан модельдің ережесіне, талаптарына бұл қозғалыс сай емес. Сондықтан біз келесі мүмкіндікті іздей береміз. Енді келесі бізде цель, ол бізде әзірге баға консолидацияны жалғастырып жатыр. Яғни консолидацияның максимумына барып девиация жасады, енді консолидацияның минимумына барып девиация жасайын деп жатыр. Сондықтан келесі біздің мақсат зонамыз ол осы консолидацияның максимумы болып саналады. Дәл осы жерде белгілеп қоямыз. Және баға кері бұрылу ықтимал аймақтар ол осы консолидацияның минимумы. Осы жерден біздің модельді берсе, кіші таймфреймнен лонг позицияны осы аймаққа дейін қарауымызға әбден мүмкін. Әзірге бізде тағы да консолидация, және мына жерде бізде баға ликвидностьті шешті. Екінші свечаның максимумы дәл осы аймақта. Егер келесі үшінші свеча осының сыртында, яғни диапазонның сыртында жабылатын болса, онда біз төртінші свечадан бастап позицияға кіруімізге болады. Мінекей бізде үшінші свеча дәл осы екінші свечаның максимумынан асып барып жабылған болатын. Бұл бізге трендтің әрі қарай құрылымның өзгергенін және бағаның осы консолидацияның максимумына дейін жоғарылап бара жатқанын көрсетеді. Енді біз қазіргі уақытта біздің целіміз ол алынған жоқ, әлі орында тұр. Сондықтан біз кіші таймфреймге кіріп, осы аймаққа дейін лонг позиция іздей аламыз. Ол үшін біз жаңа айтқанымыздай қазіргі уақытта біз бір күндік таймфреймдеміз, графиктеміз. Енді бір күндік графикті біз бір сағаттық таймфрейммен байланыстырамыз. Яғни үлкен таймфрейм бізде бір күндік график болса, кіші таймфрейм бір сағаттық график. Бір сағатқа өтеміз. Және дәл осы жақтан біз OTA зонаны іздейтін боламыз. OTA зона бізде ол кез келген минимум мен максимум аралығына OTA зонаны сызып аламыз. Егер осы аймаққа дейін сызатын болсақ, бізде баға өкінішке орай біздің OTA зонаға жетпеген екен. Сондықтан дәл осы максимумды аламыз да, ең биік нүктесін, уровеньді келесі баға разворот жасаған аймаққа көтереміз. Ол осы жерде баға тағы да разворот жасағысы келген, бірақ өкінішке орай оптималды уровеньге жете алмаған, яғни OTA зонасына жете алмаған. Сондықтан бізде қазіргі уақытта нарықта дисбаланс болып жатыр. Сондықтан біз тағы да баға разворот жасаған аймаққа апарамыз. Мына жерде дәл солай баға OTA зонасына жете алмаған. Келесі зона ол осы жерде баға разворот жасаған аймақ. Енді осы жерде разворот толығымен орындалатын болса, баға бізде OTA зонасына келу керек. Сол жерден біз сол лонг позицияға кіруімізге болады. Мінекей әлі бізде баға OTA зонасына жеткен жоқ. Сондықтан әлі де біз күтуді жалғастырамыз. Немесе сіз егер келесі свечадан бірден кіріп кетемін десеңіз, бізде онда мына жерде OTA зонасы бар екен, тағы да бір. Ол дәл осы максимумнан бастап дәл осы минимумға дейінгі аралық. Дәл осы максимумнан минимумға дейінгі аралық. И осы жерден 0.62 уровеньнан сіз стоп-лосты дәл осы свинглауға және таргетіңізді дәл осы максимумға қойсаңыз болады. Не себепті дәл таргетімізді мына жерге дейін қоя алмаймыз? Себебі бізде нарықта дисбаланс бар, яғни әлі баға мына жерде дискаунт зонасына жетіп, осындағы ликвидностьтерді шешпеген. Сол себепті баға кері шегініп, яғни мысалға біз таргетімізді осы жерге дейін қоятын болсақ, баға кері шегініп, осы жердегі ликвидностьтердің барлығын шешіп, содан кейін барып қана жоғары көтерілу ықтималдығы жоғары. Сондықтан біз рисковать еткіміз келмейді, тек қана осы сыртқы ликвидностьке дейін ішкі жақта орналасқан локальный максимумға дейін қоя аламыз. Ондай жағдайда бізде баға біздің таргетімізға жеткен екен. Ал егер мына жерге дейін қоятын болсақ, онда бағаның таргетімізға жетуі екіталай. Егер сіз таргетіңізді осы максимумға дейін қоятын болған жағдайда, баға сіздің жаңағыдай жоғарылап бара жатқан сияқты болды. Кейін осы жерге жетпегендей
разворот жасап сіздің стоп-лоссыңызды алып кетеді. Сол себепті әрқашан да цельді дұрыс орналастыруымыз қажет. Егер сізде астыңғы жақта шешілмеген минимумдар болса осындай, немесе астыңғы бөлікте осындай үлкен имбаланстар болса, баға әрқашан сол бос кеңістіктерді толтыруға және ликвидностьтерді, стоптарды жинауға әрқашан асығып тұрады. Мысалға, егер мен осы жерден дәл осындай қозғалыс көргенде, неке мына аймақта мысалға осылай дәл осы свечи осы ликвидность шешіп және осы имбаланстан реакция алғанда, онда біз таргетімізді мына максимумға дейін қоятын едік. Өйткені баға кері қайтып келмейді. Неге? Себебі арт жақтағы барлық ликвидностьтерді шешіп, бос кеңістіктерді, яғни имбаланстарды, дисбаланстарды толтырып кеткен болатын. Сол себепті оған артқа шегінудің еш мәнісі жоқ. Ол ары қарай негізгі бағытты жалғастыратын еді. Бірақ бізде ондай қозғалыс болған жоқ, өкінішке орай. Сондықтан мына жерде шешілмеген қаншама ликвидностьтер болды. Соның арқасында баға төмен түсіп, осы ликвидностьтермен жұмыс жасаған болатын, имбаланспен қоса. Енді біз неге мен жаңадан бері ОТЕ зонаны мына максимумнан мына максимумға, мына максимумнан мына максимумға дейін ауыстырып отырдым? Себебі баға осы аймақтарға келетін еді. Енді біз позицияға кіретін болсақ, ОТЕ зонаның золотая серединасына дейін бастап астыңғы жақтан имбаланс іздейміз. Мысалға, мына жерде бізде имбаланс бар, және осы имбаланстың астыңғы бөлігіне, яғни сол имбалансты қалыптастырған свечаға стопты қоямыз. Немесе мына минимумға дейін орналастырсақ болады. Бұл бізде қорғалған ұзақ мерзімді минимумдар болып саналады. Және біз таргетімізді ең негізгі максимумға қоямыз. Және мына аймақта бізде оңай шешілетін ликвидностьтер бар. Неге? Себебі равный максимумдар орналасқан. Мінекей, баға біздің таргетімізға осылайша жетті. Келесі мына жерде де бізде тағы сол формация, сол модель қалыптасып жатқанын көріп тұрмыз. Мінекей, мына екінші свечаның максимумын бұзып өткен болады. Енді кіші таймфреймнан тағы да мүмкіндік іздеп көрсек болады. Және біздің цель ретінде ол осы максимум. Тағы да кіші таймфреймге өтеміз. 1 күндіктен 1 сағаттыққа. Және тағы да дәл жаңағыдай откатты күтеміз. Сол откат бойынша ОТЕ зонадан позицияға кірсек болады жоғары қарай. Осы цель. Мінекей, мына жерде бізде баға коррекция жасап жатқанын көріп тұрмыз. Сондықтан дәл осы минимумнан осы максимумға дейін жаңағы фибоначчимізді тартамыз. Байқайтын болсақ, біздің жолымызда ешқандай да осы ОТЕ зонаға дейін келген қозғалысты байқап тұрған жоқпыз. Мына максимумға дейін қойсақ та. Бірақ мына жерде бізде өте үлкен откат басталып жатыр. Мүмкін осы қозғалыс дәл осы зонаға дейін бағаны алып келер. Осы жерге лимитный ордерымызды орналастырып қойсақ болады. Және қосымша осы ОТЕ зонасының аймағынан біз интересный зонаны іздесек те болады. Мысалға, осы ОТЕ зонасының ішкі бөлігінде бізде имбаланс, яғни мына жерде бос орын қалып кеткен, және баға осы бос орынды толтыруға келуі әбден мүмкін. Бұл жағдайда баға бізде дискаунт зонасына түскен жоқ. Мына жерде тек қана қысқа коррекция жасап, ары қарай жоғарылап кеткен болатын. Бұл жерде де манағы ситуация қайтадан қайталанып жатқан сияқты, себебі баға дәл осы жерге тағы да равный максимумдарды қалдырып, артына өте көп ликвидностьтерді жинап, сонымен қатар өзінің артына қалдырған ликвидностьтерді шешу мақсатында төменге қарай келе жатқан сияқты. Сондықтан біз тағы да фибоначчиміздің 0 уровенін алып, осы максимумға жылжытамыз. Және келесі біздің интересный зонамыз ол осы аймақта. 0.68 зонасына дейін ысырсақ болады, немесе золотая серединаға дейін ойсақ болады осы жердегі. Мінекей, осылайша біздің имбаланс зонасын толығымен толтырып баға, мына жерден де кіруге болады екен, толығымен толтырған, және ары қарай разворот алып, осы равный максимумдарды шешуге кеткен болатын. Тағы бір мысал келтіріп өтейін сіздерге. Бұл жерде бізде нисходящий тренд басталған, және баға имбаланс зонасына тест жасап жатқанын көріп отырмыз. Сонымен қатар бізде екінші свеча қалыптасты, және сол свечаның минимумын баға бұзғанын күтеміз.
мінекей үшінші свеча дәл осы екінші свечаның минимумын бұзған болатын. Енді ары қарай біз кіші таймфреймге кіреміз. Бұл мысалда мен 4 сағаттық графикті үлкен таймфрейм ретінде пайдаланған болатынмын. Сондықтан бұл 4 сағаттық таймфреймді біз 15 минуттық таймфрейммен байланыстырамыз. Ендеше 15 минуттық графикке кірейік. Мінекей осы жерден тағы да бір OTE зона бойынша мүмкіндік іздеп көрейік. Біздің ең биік максимумымыз ол мынау немесе мынаны белгілесек болады. Біздің OTE зонамыз ол осы жерде. Сондықтан дәл осы жерге лимитный ордерымызды орналастырамыз. Стоп-лоссты дәл осы максимум немесе мына максимумға, яғни ұзақ мерзімді максимумға қойсақ болады. Ал таргетімізді біз Азияның лоуына қоямыз. Бұл жерде бізде азиатский сессияның минимумы тұр. Сол жерге орналастырамыз. Стопты мына жерге қойсақ болады. Сонда 2,5 RR пайда табуға мүмкіндігіміз болады. Осымен сіздерге осы модель түрі түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге екі түрлі мысал келтірдім. Біріншісі схематикалық, екіншісі графикалық. Екеуін де түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер түсінбеген болсаңыз, графикке кіріп, осы видеоны қайта-қайта қарап, практика жасасаңыз болады. Және де видео ұнаса лайк басыңыздар, және мен Telegram каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ол жақта пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Және біздің YouTube каналға да тіркеліп алыңыздар. Себебі алдағы уақытта осындай видеолар шығып отыратын болады. Ендеше назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.